Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының Аққайың ауылында жаңа мектеп ашылды. Мұндағы бұрынғы білім ошағы апатты жағдайда тұрған еді. 100 оқушыға шақталған жаңа мектеп заман талабына сай жабдықталып, жанынан балғындарға арналған шағын орталық ашылды. 135 үйі бар шағын ауылдағы ескі мектеп осыдан 60 жыл бұрын салынған екен. Асханасы мен спорт залы жоқ ғимараттың әбден тозығы жеткен. Жаңа мектептің жобасы бас аяғы 1 жылдың ішінде жасалып, құрылысы аяқталды. Енді ауылдың мектеп жасындағы 93 баласы оқуды жаңа ғимаратта жалғастырады. 11-ші сынып оқушысы Назым мемлекеттік сынақ тапсыруға дайындалып жүр. Ол жаңа мектепте білім алуға барлық жағдай жасалғанына қуанышты. Біз бұрынғы ескі мектебімізде 2 сменада оқысақ, қазір бәріміз 1 сменада оқимыз. Біз 11-ші класс болғандықтан осы мектептің алғашқы түлектері боламыз. Және де бізге тестке дайындалуға ескі мектепте класстар жетпесе, ал қазір көптеген класстар бар. Мектеп құрылысына республикалық бюджеттен 320 миллион теңге жұмсалды. Оқушылардың сапалы білім алу үшін қажетті жабдықтар алынды. Сонымен қатар мектепте білім беру жүйесіндегі жаңа әдістер қолданылады. Біздің мұғалімдер бүгінгі күннің заман талабына сай ақпараттық коммуникациялық технологияны шебер пайдаланады. Және мектебімізде 8 мұғалім деңгейлік курстан өтті. Бұл мұғалімдер өзінің сабақтарында бүгінгі заман талабына сай 7 модульді шебер пайдаланады деп айтуымызға болады. Жалпы тәуелсіздік жылдары облыста 113 су жаңа мектеп бой көтерсе, оның 48-і апатты жағдайдағы білім ордасының орнына салынған. В области работает 416 школ. Жалпы облыста орта білім беретін 416 мектеп болса, оларда заманға сай жабдықталған физика, химия, биология кабинеттері бар. Облыс мектептерінің 50% жаңа модификациялық кабинеттермен жабдықталған. Барлық мектепте интерактивті тақта, компьютер сыныптары бар. Бүгінде өңірде 4 апатты мектеп пен 3 ауысымда оқытатын 16 білім беру мекемесі жұмыс істеп тұр. Қазір 5 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Ақсәуле Байменшіні, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, Хабар 24.